Құлдық санада адамның өзінің ойы болмайды. Құлдық санада адамның өзінің пікірі болмайды. Өйткені қарымдағы белшесінен батқанда. Құлдық санадағы адам көтеріле алмайтын, мына орнынан тұрып қандай да бір жетістікке жете алмайтын сондықтан. Өйткені біреудің ақысына кіріп отырады да. Бұл санаға бізді қалай кіргізді? Біз бұл үлкен стратегиялық жоба болғанда, кезінде Сталиннің кезінде бас көтерсе, бұл әлемді басқаратын білгенді. Сол біздің қанымызға салып тастаған сен құлсың деген секілді. Мен сондай ортада Ерсін мырза жұмыс жасадым. Мені сондай өзге ұлттар басқара бастаған кезде мен столды аударғанмын да төңкеріп. Я мен кетуім керекпін, я олар кету керек деген секілді. Текті ұрпақтар мен көріп отырам, олар бөлек болады. Олардың көздерінде ашкөздік болмайды. Өйткені тектінің ұрпағында дүниеге келгенде. Ол тоқ бала, ананың махаббатына тойып шыққан бала, осы хәл іліміне тойып шыққан бала қан арқылы тояды ғой. Бала өмір бақи бай болады ғой. Ер адам текті болып, ер адам тексіз болса, оның ұрпағы қандай болады? Немесе керісінше, ер адам текті болып, әйел адам тексіз болса, оның ұрпағы қандай болады? Бір тексіз, бір тектіні құртады дейді ғой. Кез келген комбинация. Әйел мықты болса, мына отбасының тектілігінде ұстап тұратын әйел болды. Біз құлдан кетуіміз қажетпіз. Бұл білімдер біздің қанымызды тазартады. Егер біз осы кезден қазір қанымызды тазартып тектілікке келмесек, біздің балаларымызды басқа елдер үстемете бастайды ертең. Бүйтіп, былай айтқанда кілт секілді басқара бастайды. Өйткені мына құлдық сана, яғни біздің мына қанымызды ағып атқан құл деген дерт келесі ұрпаққа кетіп қалмау керек та. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Ерсін Сұлтан каналындасыздар. Бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы бұл құлдық сана. Құлдық санадан қалай құтыламыз? Бұл не? Бізде бар ма ол, жоқ па, оның көріністері қандай? Бүгін бізде подкастта қонақта Айнұр Бектұрған ханым, Қазақстан Республикасының билер алқасының төрайымы, кәсіпкер. Ал Айнұр ханым, Қош екінші көрдік. подкастты бастайық. Енді бұл да үлкен бір сағатқа сыйымсыз дүние, бірақ енді барынша сидыртуға, яғни халыққа түсіндіруге тырысамыз. Мына өздеріңіз білесіздер, біз тәуелсіздік алдық 1990, қазір енді 35 жылда өтіпті, 91 жылдан бері. Біз көп дүниеге қол жеткіздік, мына дербес мемлекеттерге таныла бастадық. Бізді басқа мемлекет былайша айтқанда танып, Қазақстан деген кім, оның халқы қандай деген секілді. Енді біз өзіміз сыртта оқыдық, Москвада оқығанда да мысалы олардың бізге деген көзқарасы былайша айтқанда жанашырлық, яғни жан ашатындай дүние. Енді оның бәрін біз барлығын толық ашпаймыз. Одан ары қарай оқуда болдық. Қазақстан қайда дегенде сұрақтар туындайтын бір сондай уақыттарда болды. Ол қай жерде орналасқан деген секілді. Я, сол кезде өзіңнің туыңды көрсетіп, интернеттен ашып, қай жерде орналасқан таныта бастайсың. Солар бізге үлкен бір шабыт берді. Яғни барлығы білсін дейсің ғой енді Қазақстанды. Біз енді мынау тәуелсіздік алғаннан кейін жетістік қой бұл енді. Ең бастапқы кезең, көптеген дүниеге қол жеткіздік, өндірісіміз дами бастады, қоғамымызда жай алға қарай тәй баса бастады, шикізатты мынау экспорттай бастадық. Бұлардың барлығы енді үлкен көрсеткіш. Бірақ бұл жерде бір дүниені ұмытып кеттік. Қандай дүние десеңіздер, сыртқы тәуелсіздікке келгенмен де, яғни іс жүзінде тәуелсіздікке келдік қой енді, бірақ сана тәуелсіздігіне келмегеніміз түсінді. Бұл айтады ғой, қазақта батпандап кірген дүние мысқылдап шығады дейді қазақта. Содан екінші кезең басталды, яғни сананың даму кезеңі басталды. Мына болашаққа бағдар, сананың ашылуы деген секілді, мынау рухани жаңғыру деген секілді өздеріңіз естіген боларсыздар. Сонда бір үлкен стратегиялық жобалар іске аса бастады. Бұл алға басудың бір қадамдарының бірі халықтың. Бірақ дегенмен де солмен қатар даму жолында біз қоғамда бір келеңсіз дүниемен бетпе-бет келдік. Ол қандай?
дүние. Жаңағы танымал психологтар өзіңді таны, өзіңді сүй, өзің үшін өмір сүр, жаның қиналса кетіп қал деген секілді мынау өзге де дүние танымды сала бастады. Яғни біздің өзі құлдық санадан кете алмай жатқан қанымызды одан самайын былайынша айтқанда құнсыздандыра бастады. Оны халық өзі түсінбейді, не істеп жүрген өздері. Өздеріңіз білесіздер, мынау үлкен бір Ресей империясының құлдығында болдық. Оның бәрін ашып айту қажет. Құл болғанымыз рас. Аналарымыз, әкелеріміз өте көптеген ауыртпашылықтан өтті. Мынау ессіз қалды халқымыз, былайынша ессіздендірді. Енді оларды біз кінәлап жатқан жоқпыз. Бұл жерде біздің халық білу керек, жастарымыз білу қажет. Не үшін біз осындаймыз деген секілді қандай екенімізді қазір енді айтып кетемін. Сол кезде біздің рухымызға да жара түсті, тілімізге де жара түсті, дәстүрімізге де жара түсті, мәдениетімізге де жара түсті. Былайынша айтқанда біз өзіміздің кім екенімізді әйтеуір жоғалтпай таптық. Жара түссе де бір дертке душар болдық. Одан кейінгі кезең, бұл енді үшінші кезең. Қандай кезең десеңіздер, мән мағынаның ашылатын кезеңі қазір осы дәуір. 2026 жыл. Айнұр ханым, қандай кезең деген сұрақ қоятын болсаңыз, бұл мән мағынаның ашылатын кезеңі. Бағана айтып кеттім, адам бір дүниені түсінбесе, барлығын формаға айналдырады. Яғни танымаса да формаға айналдырады. Яғни өмір сүру тәртібінде формаға айналдырады. Түсінбейді адам. Мен келдім, мен тек азында ұйқыдан тұруым керекпін, жұмысқа баруым керекпін, келуім керекпін, ұйықтауым керекпін. Формаға айналдырып жіберді. Көріп жатсыз ғой. Бағана айтқандай, сол барлық дүниені формаға айналдырып жібереді. Неден десеңіздер, осы формаға айналдыру, яғни мән мағынаның ашылмауында. Мысалы, осы бір Ақтау қаласында ма, осыны айтқан болатын. Мысалы, сіздің туысыңыздың, яғни болмаса бір досыңыздың анасы болды. Сол ананың мән мағынасы, балаларым дастарханда барлығы бір бас қосу. Ананың өзінің мән мағынасы болды. Бас қосу, яғни әр жұмада балаларымның бәрі бір жерге отырып тамақ ішу. Ол кісінің мән мағынасы. Ол кісі өмірден кетті делік. Өмірден кеткеннен кейін ол отбасының мән мағынасы жоғалды. Балалардың басы бірікпейтін болды. Өйткені ана өзімен бірге мән мағынаны алып кетті. Көріп жатсыздар ма? Енді ол мән мағынаны әрі қарай бала жалғастыру қажет. Яғни келін жалғастыру қажет. Сол үйге түскен келін әрі қарай жалғастыру қажет. Сол секілді бұл құлдық сана деген сол біз қайтадан сол құлдық сананы бойдан тазарту үшін осындай мән мағынаны ашуымыз қажетпіз. Бағана енді мысал ретінде сізге айттым, мән мағына деген қандай. Біздің әжелеріміздің бәрінің мән мағынасы болды, аталарымыздың мән мағынасы болды, баланың өзінің мән мағынасы болды деген секілді. Бағана айттым, мысалы, дін бар, бірақ мінез құлық өзгермеген деген секілді. Мән мағынасы жоқ. Той бар, мән мағынасы жоқ. Қыз деген аты бар, бірақ қыздың мән мағынасы жоқ та, қыздың келешекке деген мақсаты жоқ. Ер бала бар, ер деген аты бар, бірақ оның да мән мағынасы жоқ. Ер қандай болу қажет деген секілді. Міне, оның да мән мағынасы жоқ. Жай әшейін жаңағы көлік алып берсең, соған таксовать етсе, үйленсе, сосын бір үй алса, болды, әрі қарай мән мағынасы жоқ. Немен айналысатын, бұл өмірде кім бұл бала, не үшін келді бұл бала, елге қызмет ету үшін келді деген секілді мән мағынасы болмағасын, бос өмір осы бойдағы құлдық санадағы мынау үлкен ДНК-ға салған генный кодты өзгертіп жіберген біздің бойымыздағы сен құлсың деген. Содан құл болған қазақ дейді, бағана айттым ғой, өзінің көлеңкесінен де қорқып тұрады, біреуге әрдайым дәлелдейді, қорқынышпен өмір сүреді, өзін біреумен салыстырады. Құлдық санадағы адамдар өзін іштей жегідей жей бастайды, ол адамды қорқыныш басқарады, өзінің ойын тура жеткізе алмайды, біреудің пікірімен өмір сүреді. Құлдық санадағы адамдар, мысалы, сізді біреу, бәрі осы достарыңыз мақтап келді да, осы уақытқа дейін, и сіздің мысалы басыңызға бір дүние түсті, келеңсіз дүние, и содан кейін сізден бәрі қашықтай бастады. Міне сол құлдық сана. Көріп жатсыз ма? Достардың ба, әлде сол адамның өзінің ба? Адамдардың.
Мысалы осылай сізге айтсам түсінікті болады. Мысалы сіз бір қазіргі болып жатқан дүние болып жатыр, біреудің келеңсіз дүниесі Инстаграм арқылы. Сіз оған жақсы ой жазғыңыз келді. Бірақ астына қарасаңыз 300-дей комментарий жазып тастапты, жаман. И сіз бардыңыз да сол пікірге келісіп, сіз де жаман жаза салдыңыз. Сол сіздің құлдық екеніңізді білдіреді. Құлдық санада адамның өзінің ойы болмайды. Құлдық санада адамның өзінің пікірі болмайды. Құл болған қазақ әрдайым бір-бірін жеп көріп тұрады ғой. Барлығы не істейді соны істеп кетеді ма? Иә. Мына айтады ғой, арқасына пышақ тығуға тырысады құлдық сана. Құлдық сана ашкөздікте өмір сүреді. Маған берсе екен, мен алсам екен, маған болса екен, мені дәлелдесе екен, мені мақтаса екен, мені айтса екен деген секілді құлдық сана өзін мойніне жаңағы сашнақ секілді басын сыртқа көрсетіп, яғни өзін көрсеткісі келіп тұрады. Құлдық санадағы адамдар өзінің пікірі болмайды, бағана айтып кеттім. Яғни өзі бір мақсатқа бара жатады, бірақ оны жолдан біреу бөгеп, ай сен бармай-ақ қой, ол мақсат саған болмайды, қайтесің ол барғанмен, ерме деген секілді. Қазір бармай-ақ, міне сол адамның пікірімен мақсатымен кетіп қалады да. Ол айтты екен деп ше. Ал адамның бағана айтып кеткенде ішке тірегі болса, ол ешқашан біреудің ойына беріліп кете салмайды. Берілмейді. Мысалы, маған біреу сізді жамандаса, мен айтам, мен жамандай алмаймын деймін. Өйткені текті адам, рухы жоғары адам, ішінде мына тірегі бар адам біреудің пікіріне мойынсұнбайды. Мен айтам ол жерде өзімнің сөзімді маған айтпаңыз деймін. Өйткені мен оның жамандығын көрген жоқпын деймін. Мен құлдық санадағы адам емеспін. Әкем осы бойдағы құлдық санандағы мына біздің қанда тұр ғой ол деген соны тазалау үшін еңбек етті. Осы баламның бойынан табылмасыншы деген секілді. Бұл бала кезден ана жұмыс жасау керек, әке жұмыс жасау керек. Біздің бұл қанымызда қалып қойған дерт қой, соны тазалау қажет. Ол қалай тазаланады деген кезде оны осы хәлелімдер тазалайды, зәрулімдер тазалайды. Сол біздің құлдық санадағы адамдар, жаңа айтып кеттім ғой, өзінің отбасындағы дүниелерді жарыққа шығара бастайды. Тексіздер деп айтады ғой қазақта, талқыға салады. Өзінің мынау қазан ошағындағы болып жатқан дүниені талқыға салатын адамдар. Сол тексіздер деп айтылады. Тектілер ол ешқашан өзінің отбасында болып жатқан келеңсіз дүниелерді мына адамның аузына салып, яғни ауыздан ауызға не алмайды, жібермейді, жария етпейді. Өздері жай ғана отбасы төңірегінде ғана шешеді. Міне осы да тұрды. Сосын жаңағыдай көзбен көрмеген дүниені субъективті көзқараспен айтпайды тектілер. Ал құлдар айтады. Құлдар әрдайым естіген айтады. Құлдар әрдайым естігенмен жүреді. Жаңа айтып отырмын, өзінің пікірі болмайды, біреудің ойымен жүреді. Біреу жамандаса, бұл да жамандап кетеді. Бірақ оның жамандығын сен көрген жоқсың ғой деймін. Сен жамандығын көрген жоқсың деймін. Сенің ақыңды жеген жоқ қой. Сен не үшін оның пікіріне енді сен қосылып отырсың? Қазірде бұқаралық ақпаратты өздеріңіз көріп отырсыздар. Иә, қандай болып жатыр? Біреу жамандаса, бәрі бас сауғалап соны жамандауға тырысады. Міне сол құлдықтың белгісі ғой. Тредста компаниялар жауып қалып жатыр. Енді сен сол жамандаған үшін мынау 1000 сиырдың ішінде бұзау өзінің анасын табады. Құлдық санадағы адам көтерілмейтін, мынау орнынан тұрып қандай да бір жетістікке жете алмайтын сондықтан. Өйткені қарымдағы белшесінен батқанда. Өйткені біреудің ақысына кіріп отырады. Жамандығын көрмесе де жамандап отырады. Одан қайғы қасірет көрмесе де сынның үкімін айтып отырады. Бұл санаға бізді қалай кіргізді? Біз бұл үлкен стратегиялық жоба болғанда, кезінде, Сталиннің кезінде. Өйткені бұл халық өте дана болғанда, қазақ халық. Бұл әлемді жаулап алатын білгенді, менің әкем айтатын. Бұл халықтың қасиеті соншалықты мықты болғаны, мынау өзенді де кері қайтарған. Далада қураған кезде, егістік қураған кезде әжелеріміз бір дұғамен жаңбыр түсіріп отырғанда. Сондай қасиетті халық болған.
келе жатқан кезде телефон байланыс жоқ. 10-15 километр жерде келе жатқан адамдарды сезген, арқылы сөйлескен. Қасиетті соншалықты сіздің ішіңіздегі болып жатқан алай дүлейді сезіп, іштегі жанды жібітіп, оны жұбатып, оның бетін тазартып, өзінің құшағына басқан. Яғни былайша айтқанда, сіздерді сол хәлді депрессиядан шығара білгенді. Өте мықты халық болған. Менің енді әкем айтады ғой, кітаптарда да жазған. Сонда бұл қазақ халқы бас көтерсе, бұл әлемді басқаратын білгенді. Содан кейін барып бұл стратегиялық жоба үлкен мынау Шейдрина, Радлов деп айтады, өз кітаптарда жазылған. Солардың барлығы Кенесары хан өмірден өткеннен бастап ол өзінің ісіне кірісе бастаған. Яғни стратегия бойынша нормаға байланысты жерлерді бере бастаған. 10 сотық деген сол жерден бастаған ғой. 10 сотық былайша бізде кең байтақ жер болғанда. Дала, жазық далада өскенде қазақ біздің аталарымыз, бабаларымыз. Солардың бәрін қыспаққа ала бастаған. Мына Торғай облысы, Семей облыстарының барлығын мына өзге ұлттарды көшіріп әкеле бастаған. Біздің қазақты қорқыта бастаған. Біздің анау күшік кезімізден бастап, бала кезімізден бедеп жинап тастағанда. Содан бұл сол біздің қанымызға салып тастаған сен құлсың деген секілді. Мен сондай ортада Ерсін мырза жұмыс жасадым. Мені сондай өзге ұлттар басқара бастаған кезде мен столды аударғанымда төңкеріп, я мен кетуім керекпін, я олар кету керек деген секілді. Мен бұндай бассыздыққа жол бере алмайды екенмін. Мен тектінің ұрпағымын. Тектің ұрпағы бұндайға қарап қол қусырып отыра алмайды деген секілді. Міне соншалықты бұл біздің осы зәр өлімдері қанымыз тазалаған кезде біз өз ойымызды тура айтып жеткізе аламыз. Бағана айтып кеттім ғой, 10 қазақ тұрып, бір орыс тұрса, өзге ұлт тұрса, біз соның тілімен сөйлесуге тырысамыз. Сол тілге түскен дертті. Біз ештеңеден ұялмауымыз қажетпіз. Біз өзіміз қазақ екеніміздің мына туылғанымызға мақтануымыз қажетпіз. Мен мақтанам, әуелі Құдай. Қай жерде болмасын, қай оқуға бармасын, мен қазақша сөйлеуге тырысам. Ол түсіне ма, түсінбей ма, мен түсініп тұрмын. Қазіргі таңда бар ғой, чат GPT. Бұл бір принцип емес, бұл бір надандық емес, былайша айтқанда. Мен біліңдер деймін, қазақ халқы қандай болған. Өте қасиетті, өте дарынды, өте аңқылдақ болған қазақ. Былайша айтқанда сол аңқылдағын да 30 күн ойын, бағана айттым, 40 күн тойын ресми түрде бұл мәдениетінде қысқартқанда. Домбыра, терме, жыр дегендердің барлығын халық бүйтіп отырып әңгімесін депрессияға түскен кезде термені бір тартып жіберіп, я болмаса оның қасындағы баласы тартқан кезде, көрші көлем тартқан кезде ол адамға терапия болғанда. Содан кейін барып біздің халық депрессия дегенді білмеген ғой. Өйткені олардың терапиясы осы домбыра, терме, жыр, мына ақындар айтысы, сосын мынау жыр дастандары, одан барып айтады ғой, көкпар тарту, арқан тартыс, сол біздің халықтың хәлін көтеретіндей сондай бір үлкен не болған ғой, бұл жаңағы терапия болғанда. Халық аңқылдаған қазақ, біздің атамыз айтады ғой, аңқылдаған қазақ ресми түрде осы біздің салт дәстүрімізден жаймендеп алыстай бастаған кезде біз көңіліміз түсе бастады. Содан кейін біздің мойнымызда осы дерт пайда болды. Біз енді бұдан өзіміз қашықтаған жоқпыз. Бұл Әл-Фараби атамыздың білімінен, бұл аталарымыздың мұрасынан бізді алшақтатты. Былайша айтқанда алыстатты. Былайша айтқанда айтады ғой, бізді мәжбүрледі. Содан кейін біз тамырымыздан алшақтағаннан кейін барып біз әлсірей бастадық. Сол бойымыздағы құлдығымыз көріне бастады. Құл ол әрдайым бір-бірін бағана айтқандай жеп көреді. Бір-бірінің көтерілгенін қаламайды, аяғынан тартады, арқасынан пышақ тығады, жылатуға тырысады. Өйткені өзінің көңілі жоқ қой. Көңілі жоқ адам өзгенің де көңілін түсіруге тырысады. Өзге ұлттарды қараңызшы, Еуропаны, олар ешқашан бір-бірін жамандамайды ғой, Ерсін мырза. Құласа да керісінше, өзінің сөздерімен все у тебя будет хорошо деп алып шығады. Ресей мемлекеті құл болмағанда. Олар қандай да бір осындай бір дүние келеңсіз жағдай болса, олар бір-бірін таба қылып, аяқ асты қылмағанда, пышақ тығып құлатуға тырыспағанда, өйткені құл болмаған. Біз құл болғандықтан бір мемлекеттің ішінде жүріп, бір-бірімізді жеп көреміз да.
бір бірімізді қызғанамыз, бір бірімізді аямай түрмеге тұрсуға тырысамыз да. Бұлардың бәрінің ертең сұрауы бар ғой, артында бәрінің көз жасы бар да. Абай атамыз айтады ғой, қазақ ешқашан қазақты жамандамаған халық дейді. Біз ешқандай қазақты жамандауға міндетті емеспіз. Мен бәрін түсініп отырмын. Осыны айтқан кезде мен көзіме жас келеді да. Мен ешқандай бір қазағымды жамандай алмаймын. Өйткені олардың бойында дерт бар да, ауру бар. Енді сол дерттен қазір біз жай айығып жатырмыз. Айнұр ханым сізге подножка қойып жатыр ғой. Айнұр ханым, мен жамандай алмаймын. Өйткені адам ауру адамға ренжи ма? Ренжімейді ғой. Енді біз ол дерттен құтыла аламыз ба? Құтыла аламыз. Егер біз әдебиетімізді қолымызға ұстайтын болсақ. Енді біз кезінде ажыратты ғой, тамырымыздан ажыратты, әдебиеттен ажыратты, мына батырлар жырынан ажыратты, Мәшһүр Жүсіптің білімдерінен ажыратты, Қожа Ахмет Яссауи аталарымыздың білімі, Әл-Фараби аталарымыздың білімі, солардың барлығы бізге айтады ғой, Аватар деген кино бар ғой, сол Аватарды талдан үлкен нәр алмай ма? Мысалы, сіз бензоколонкеге барсаңыз, өзіңізге бензин болмаса жүрмейді ғой машина. Сол секілді біз де солардан нәр алып отырдық та. Біздің сол тамырымыздың бәрін шауып тастады да. Болды, сендер енді құлсыңдар деді. Енді сендердің нәр алатын жерлерің жоқ. Енді нәр алатын жерлерің бір-бірлерінен дәлелдеп, жаңағы мақтану арқылы нәр аласыңдар деді ғой. Қуат жоқ та бізде. Енді қазір мен халықты түсініп отырмын. Мақтану арқылы нәрленіп отырған, біреуге дәлелдеу арқылы нәрленіп отырған, басқа еш жерден қуат алатын жер жоқ та. Сол себептен қазір қандай ғасыр келді? Дана ғасыр келді. Осы құлдықтан арылатын уақыт келді. Біз көпірміз біз. Соны жалғастырушы, яғни осы білімдерді тамырға жалғастыратын көпірміз. Біз осы аталарымыздың тастап кеткен білімдерін жалғастыратын медиаторымыз. Болды. Біз құлдан кетуіміз қажетпіз. Бұл білімдер біздің қанымызды тазартады. Егер біз осы кезден қазір қанымызды тазартып тектілікке келмесек, біздің балаларымызды басқа елдер үстемете бастайды ертең. Бүйтіп былай айтқанда кілт секілді басқара бастайды. Өйткені мына құлдық сана, яғни біздің мына қанымызда ағып жатқан құл деген дерт келесі ұрпаққа кетіп қалмау керек та. Біз осы ілімдер арқылы тазартып, бойымызды тектілігімізді алып шығуымыз қажетпіз да. Бойымызда рухымызды алып шығуымыз. Біз қазақ екенімізді біліп, ол үшін тілден бастап жұмыс жасауымыз керекпіз. Барлығы тілде тұрды, қазақ тілінде тұрды. Тіл өзінің қазақ тілімен сөйлеген кезде біздің бойымызда діл деген дүние оянады. Діл деген рухани жүрек. Мынау жүрек өзі екіге бөлінеді. Яғни ет жүрек деп айтамыз. Одан кейін екінші рухани жүрек. Рухани жүрек мына қалып деп айтады, діл деп айтады, содан кейін көкірек деп айтады қазақта. Сол үшін мына адамның көңілін түсірме дейді. Мынау көкірегіне тиіп сөйлеме дейді қазақта. Өйткені рухани жүрегі жылайды дейді. Ет жүрек деген ол жаңағы қан жүріп тұрған жүрек қой. Ал рухани жүрек міне осы үшке бөлінеді. Біз әрдайым қазіргі таңда рухани жүрекке пышақ тығып жатырық та бір-біріне. Сол рухани жүрекке пышақ тыққан кезде, ауыр сөз айтқан кезде, көңілін түсірген кезде ол адамның жүрегі қарайып кетеді. Жүрегі қарайған адам бір-біріне ауыртатындай, жүрек ауыртатындай сөз айтады. Мен сені жеп көремін, сен мынандай надансың, сен оңбағансың, мен сенің аяқ асты қылмай қоймайым, мен сені дәлелдеймін, сенің опасыз екеніңді айтамын деген секілді бір сондай дәлелдер болып жатыр да қазір бұқаралық ақпаратта. Ол қазақта болмағанда, Ерсін мырза. Ал бұлардың бәрі сол құлдық екенімізді әлі дәлелдеп жатырық та. Рас па? Рас. Мына қазір айтып жатыр ғой, тарихтың, яғни тарих, мәдени жыл келе жатыр. 40 пышақ болып жатыр. Мынау біздің тарихымыздың өзін бір-бірімізге дәлелдеп, бір-бірімізді ондай емес, Кенесары хан ол кіші жүз болған, біздің Шыңғыс хан біздің атамыз жоқ, ол біздің атамыз. Мына тарихшылардың арасында кекілжің болып жатыр да енді. Бізге қазіргі таңда ешқандай тақырыпты қозғауға болмайды. Біз ең әуелі дерттен арылуымыз қажетпіз да. Ауруымыздан кетуіміз қажетпіз да. Ауруымыздан кететін жолдардың бірі тек осы біздің ажыраған тамырды жалғаймыз. Яғни әдебиетімізді көтереміз, тарихымызды, мәдениетімізді, салт дәстүрімізді көтеруіміз қажетпіз. Аталарымыздан білімді алып бастаймыз. Алып бастаймыз. Жеті атамызды құрметтей бастауымыз қажетпіз. Мынау шежірелерімізді көтеруіміз қажетпіз. Кімнің ұрпағымыз деген секілді. Аталарымыз кім болды? Ойшылдар деген кім? Солардың барлық тастап кеткен мағлұматтарын біз не істеуіміз қажетпіз?
бойға сіңіруіміз керек біз. Сол сіңірген кезде біздің бойымызда мына қандар тазалана бастайды. Адамның бірінші ойы өзгереді, ой өзгерген кезде жан өзгереді, жан өзгерген кезде қан өзгереді ғой. Олар бірінші содан бастады ғой. Адамның бізді бірінші ақылдан ауыстырды. Сен құлсың, сен чабансың, сен мал баққансың деген секілді біздің ақылымызға бірінші салды. Содан кейін барып біздің жанымыз өзгере бастады, иә? Содан кейін қанымыз өзгерді. Біз қабылдадық құл екенімізді. А қазір енді көзіміз ашық қой біздің. Оқыдық қой. Құл емеспіз біз. Өзге ел бізді үстем ете алмайды. Біздің бойымызда күш бар. Біздің бойымызда қасиет бар. Сол қасиетіміздің ашылатын уақыты келді. Ол қасиетті қалай ашамыз? Осы білімдер арқылы ашамыз. Әр пендеге дейді, бір-біріне ұқсамайтын қасиет бердім дейді. Сен қайталанбайсың дейді бұл өмірде дейді. Сен кетсең де дейді, сені қайталап келетін адам жоқ бұл өмірде дейді. Әр пендемді өзімнің махаббатымнан жараттым дейді. Өзімнің бойымнан, махаббатымнан өзіме ұқсатып жараттым дейді. Енді сенің бойында қасиет бар ғой, сен неге үшін соны шығармай отырсың дейді. Бірақ мына құл болғандықтан біздің бойымызда осы дерт бар да, ДНК-мызда қалып қойған. Сол ДНК-мызды әуелі тазартуымыз қажетпіз. Ол тазарту үшін осы білімдерді не істеуіміз қажетпіз, үйренуіміз қажетпіз. Міне сол себепті дінді де түсіне алмай жатқан сондықтан. Дінді түсіну үшін жастарымыз, дінді аяқ асты қылмау үшін, мынау басына таққан орамалды қайтадан оны тастамау үшін ең әуелі өзіміздің мәдениетімізді түсінуіміз қажетпіз. Салт дәстүрімізді түсінуіміз қажетпіз. Тарихымызды түсінуіміз қажетпіз. Әдебиетімізді, ата тегімізді түсінген кезде біздің бойымызда тірек пайда болады. Біздің бойымызда күш пайда болады. Біздің бойымызда жауапкершілік пайда болады. Біздің бойымызда үлкен сенім. Сол кезде барып біз дінді түсінеміз да. Содан кейін барып ол орамалды тастамай, қадірлеп, міне намазды ойыншық қылып жатыр қазір. Бастайды, 2 жылдан кейін тастаймын деген секілді. Аяғыңнан, мына аяғың төбеден келтіреді. Саған орамал ойыншық емес, саған намаз ойыншық емес, саған дін ойыншық емес, саған Құран ойыншық емес. Оның бәрі не үшін ойыншық қылып отыр? Өйткені ішкі дін, яғни тірегіміз жоқ. Ішкі рухымыз әлсіз. Өйткені салт дәстүрімізді танымаймыз. Мына танымаған дүниені айтады ғой аталарымыз. Танымаса дейді, оны сүйе алмайды дейді. Шәкәрім танымаса, біз сүйе алмаймыз. Салт дәстүріміз танымасақ, біз сүйе алмаймыз. Ою өрнегіміз танымасақ, біз сүйе алмаймыз. Қазақ аталарымыз тастап кеткен барлық зергерлікті танымасақ, біз оны сүйе алмаймыз, дәріптей алмаймыз жастарға. Сол үшін қазір осы танымның ашылатын уақыты келді. Мәдениеттің, яғни мына мән мағынаның ашылатын уақыты келді. Біз тануымыз қажетпіз. Таныған кезде барып, біз міне сүйе бастаймыз. Содан кейін қан өзгереді. Қан өзгерген кезде бізде қасиетіміз пайда болады. Сол кезде барып біз технология дамытамыз. Сол кезде барып біз қоғамымыз дамиды. Сол кезде барып біз мана алдыңғы елдің қатарына шыға бастаймыз. Өзіміздің тілімізді құрметтеген кезде ғана барып. Қазір не айтамыз? Құл болған қазақ міне бәрін көріп отырмын. Бір-бірін жылатып жатыр, бір-бірін тонап жатыр, бір-бірін қазақты ешқашан аяқ асты қылмаған ғой. Ал бір мемлекетте отырып, бір-біріміздің мына көз жасымызға күнәға батып жатырық былайша айтқанда. Оның бәрі күнә. Ертең өзің көтерсең жақсы ғой, әрі қарай кетіп қалмаса деймін. Өзің осы өмірде солардың бәрін өтеп кетсе деймін. Ақыр қанша күнә жасаған екенсің. Бұл әр айтқан сөзіңнің артында ақысы бар. Қазір біреуге отырып комментарий жазсам, Алла сол үшін жазаңды аласын дейді. Міне, мен жазаламаймын, мен мейірімдімін дейді. Бірақ өмірдің заңы бар дейді да. Мен әлемді 18 000 ғаламды жараттым дейді. Сол 18 000 ғаламның заңы бар дейді. Ол тәртіпке алады дейді. Бірақ мен мейірімдімін дейді да. Мен саған жан арқылы айтып отырмын дейді. Жазба өйтіп, істеме өйтіп. Қазақты жақсы көрген. Мен бұл өмірге сендерді тек махаббатпен жараттым дейді. Енді махаббатпен маған қайтып келсе дейді. Не үшін сен оған арқасына пышақ тығып, оны аяғынан тартып, оны түрмеге қамап, оны жылатып, оны далаға қалдыртып, 5 баламен жылатып, оның барлығы неден болады Ерсін мырза? Жүрек кірлегеннен болады. Міне, жүрек кірлеген. Жүрек не үшін кірлейді? Білім жоқ, зәр ілімі жоқ, аталардың ар ілімі жоқ, аталардың ынсап қайратты деген ілімдер жоқ бойымызда. Сол кезде біз бірімізді өстіп, жүрегіміз кірлеген кезде жек көре бастаймыз. Қызғаныш, көре алмаушылық, тәкаппарлық, мақтаншақтық, бос сөздер, пәтуасыз сөздер, өсекті әңгімелер, сын мен үкім көбейеді. Біз осы бастан осылармен қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Мыңдаған студенттер бітірді. Өте көптеген жетістіктерге жетті. Дәлел ретінде көздері жетті. Осы уақытқа дейін надан болғандарына.
Сол үшін олар айтады ғой, қазір біз ондай дүниелерді көрмейміз, Айнұр ханым дейді. Өйткені шариғатта ойды басқартып үйретеді да. Сен ойыңды басқара алмаған үшін де сен күнәға батасың. Ол адамға сын беріп, қандай адам мынау, түр әлпеті, мұрны пұшық, өзі толық, сол үшін де жауап бересің дейді. Ой деңгейінде. солай ойлағаның үшін. Сол үшін оны фих деп айтамыз, фиғал дейді. Біздің фиғылыңа қарай наның табасын дейді Мәшһүр Жүсіп атамыз. Фиғыл деген осы әрекет қой, амалдар, ой, сөз, іс-қимылың. Ойың қандай дейді сенің. Ой жөнді болмаса, адамның ниеті де жөнді болмайды. Ой жөнді болмаса, адамның жаны да жөнді, таза болмайды, қап-қара болады. Жаны кір болған адам, ол әрдайым біреуден манипуляция арқылы тартып алып, жымқырып алуға, оны жылатып кетуге тырысады. Сол үшін біз қазіргі таңда осы білімдер арқылы адамның бірінші ойын, дағдыларын ауыстырып жатырмық. Дағдылар ауыстырған кезде жаны тазара бастайды. Жан тазарған кезде адамның енді бір-біріне деген міне мейірім пайда болмай ма? Бір-біріне деген сүйіспеншілік пайда болмай ма? Кішіпейілдік, пейіл ашылады. Айналайын, іше ғой, сен отыр мына жерге, жол берейін. Жолда келатсыздар мысалы, жол бермейді, соның бәрі жүрек кірлегендігі. Ай, ол асығып тұрған шығар. Сен бермесең, саған да бермейді ертең. Иә. Оның ішінде ауру бір радомға аяғы ауыр ана бар шығар, қиналып баратқан. Біз білмейміз да. Сол үшін жауап бересің деп тұр ғой. Сол үшін біз мейірімді болып жол бер, бара бер, сен өте бер, сен жүре бер деген секілді. Сол мейірімнің арты ол өзіңе еселеніп қайтады, бірақ адам көрмегесін, қолмен ұстамағасын, оған да сенбейді. Міне адам, бұл зәрулімдері адам бірінші өзіне танытады. Өзіңді танысаң, сен дүниені танисың. Дүние деген адам. Сен адам танығанда, сен оған сын мен үкім бермейсің. Сана деңгейінде. Сол кезде сен сын мен үкім бермегенде сенің жаның таза болады. Сенің жаның нұрланған кезде сенің бүкіл дүние байлық артынан ереді деп айтатындығын. Баяғыда менің осы ұстаздарым да айтатындығын. Егер бұл ілімді үйрене бастасаңдар дейтін, бүкіл қауым артынан ереді дейтіндігін. Ақша форточкіден келеді деп айтатындығын. Қазіргі таңда сол болып жатыр ғой. Аллаға шүкір. Ол ақшада емес мәселе. Сен керісінше сол біреуден артық алмауға тырысасың. Өйткені әр алғаныңның міне есебі бар да. Сен не үшін алдың дейді. Енді сен алдың ба ол ақшаны дейді. Енді немен бересің дейді. Тепе-теңдік заңдылықтары бар да бұл өмірде. Сол заңдылық туралы келесі жолы эфирді ашып кетеміз. Ол енді өте керемет формат болады. Үлкен бір тақырып ашылады ол кезде де бұйырса. Міне, сол кезде біздің мына ой өзгергенде жанымыз, жан тазарғанда қанымыз тазарады. Сол кезде біз тектілікке келе бастаймыз. Тектілік деген енді айтады ғой, асыл қасиеттердің жиынтығы. Бұл білімдер балаларға керек емес келешекте. Егер біз осы бойымызға осы білімді сіңіре бастасақ. Балалар мен осы қыздарға айтамын ғой, қандай болады тектілік деген кезде, текті ұрпақтар мен көріп отырам. Ерсін мырза, олар бөлек болады. Олардың көздерінде ашкөздік болмайды. Олар өте білімді қыздар. Мына столдың үстінде тұрған затты алмауға тырысады. Оларға керек емес, өйткені олар тоқшыл өмір сүрген. Яғни ата-анасы мына жатырынан бастап не істеп тастаған, жатырға біткеннен бастап кеудесін толтырып тастағанда. Оларға білім керек емес. Мынаны жейсің ба десем, жемеймін дейді. Мынау керек па дейді, мысалы 7 жастағы баласына. Маған қажет емес дейді. Өйткені тектінің ұрпағында дүниеге келгенде. Ол тоқ бала, ананың махаббатына тойып шыққан бала. Осы хәл іліміне тойып шыққан бала қан арқылы тояды ғой. Бала өмір бақи бай болады ғой. Ал қазір материалды тұрғыда ма? Иә, өзі бітік болады ғой. Рухани байлыққа ғой мал келетін. Сіздер өздеріңіз кредитқа жармасып өліп жатыр да халық, жоқ, жан таласып, мына қол жетпесе де аяғымен жан таласып. Рухани бай болсаңыз, мал, мүлік бәрі алдың әкеп берем деп тұр. Бітік. Мына кеуде толса болды. Мына өмірдің мәнін түсініп өмір сүресіздер да. Бұл аталарымыз бәрін бізге тастап кетті. Просто мына тастап кеткен жаңағы дүниені біз қолға алып, енді дәріптейтін заман келді да, қазіргі заман. Жалғанатын, тамырымызға жалғанатын, ата текке жалғанатын, әдебиетке жалғанатын заман келді қазір. Енді солардан нәр алатын заман келді. Содан кейін бар біз мынау дінімізді де түсіне бастаймыз. Дін деген не ол? Осы көркем мінезге ие болу. Жауапкершіліктің, мұсылманның не ол? Ең бірінші шарты жауапкершілікте болу дейді. Қазіргі ер азаматтар жауапкершіліктен қашып жатыр. Рас па? Сөзінде тұрмайды. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, Мәшһүр Жүсіп атамыз. Жаман адам уәдешіл келеді дейді. Жақсы адам уәде берер алдында ойланады дейді. Жақсы адам уәдесіне тұрса, ол адам опалы дейді.
өзінің уәдесінде тұрмаған адам опасыз дейді. Міне мұсылманмын деп мақтанады. Мұсылманның ең осы әуелгі шарты жауапкершілікте тұрып, яғни өзінің уәдесінде тұруы. Қазіргі таңда оны да көресің, ер азамат бола тұрып уәдесінде тұрмай жатқан отбасын да көріп жатырмыз. Мен уәде етем, өйстем, тауды қопарам деген секілді. Бірақ ертесінде ол адам жоқ. Жауапкершіліктен қашып жатыр, 5 баланы тастап, жылатып, сол 4 баланы жылатып тастап, сол балалардың көз жасы жібермейді ғой ертең. Сол 4 баланың барлық нәпақасын ердің артына артып берем дейді. Сен қай есікке баршы дейді. Сен бүкіл есің ашық болады дейді. 4 баланың бүкіл ризығын сенің артыңа артып берем дейді. Егер сен сол 4 баланы тасайтын болсаң дейді, сол 4 баланың ризығын артыңнан жұлып алам да анасына берем дейді. Сенің бірақ барлық есіктерің жабылады дейді. Бұны да түсіну керек те ата-ана. Соның барлығы неден десеңіздер, сол құлдық санадан болып жатыр. Бұл енді құлдық сана деп біз пендешілікке салып, бұл жерден жауапкершіліктен кете алмаймыз, Ерсін мырза. Біз бұлмен жұмыс жасауымыз қажетпіз. Біз өзіміздің қандай халық болғанымызды дәлелдеуіміз қажетпіз. Біз дарынды халық болғанбыз, біз дана халық болғанбыз. Ер мінезді дейді ғой. Абай атамыз қандай болған ер бала, ер қандай болу қажет деген кезде, ол парасатты мінезді болу қажет. Әйел парасатты нәзіктікпен, яғни сол қасиетке ие болу қажет дейді. Біз соған келе жатырмыз ба? Сол дәуір келе жатыр. Кім дамиды, сол дамып кету керек. Мына адамдардың өмірде рөлі бар ғой, функциясы бар, Ерсін мырза. Осы білім арқылы сол функцияға біз кіруіміз қажетпіз. Мысалы, бірінші функция ойшылдар деп айтамыз. Мынау Әл-Фараби атамыз, одан мынау аталарымыз, өзіңіз білесіз, Шәкәрім атамыз деген секілді, Бұхар жырау, олардың бәрі ойшылдар. Одан кейін кәсіпкерлер. Өзі бұл өмірде 10 жуықтап айтқанда 10% ғана болады екен да. 10% ойшылдар, 10% кәсіпкерлер. Бұл кәсіпкерлер мынау біздің экономикамызды дамытып, өндірісімізді дамытып, мынау өзге елдің терезесімен теңестіретін. Бұл да Құдайдан келеді екен, 10%. 10% ғалымдар, дәрі-дәрмек шығарып, нейрофизик, нейрохимиктер деген секілді, ол да 10%. Оны технологияны дамытатындар. Ол да 10%. Оның қасында тағы 10% шығады екен, ол ұстаздар. Яғни ұстаз деген адамның санасын дамытып, қолына қаламсапты беріп, яғни алға қарай бағыттаушылар, олар да ұстаз. Олар да 10%-ға ғана кіргізген екен. Одан мына дәрігерлер. Адамның мынау өмірмен алпасып жатқан кезде тәнді осы өзінің жұмысын атқарып, тәнмен жұмыс жасап, өмірге қайтадан мынау жаңағы аман алып қалып, енді өмірге қайтадан шабыт сыйлайтындар, өмір сыйлайтындар, ол дәрігерлер. Одан кейін рухани ағартушылар. Мынау қандай да бір жаңа тура жолдан тайып кетпеу үшін олардың өзінің саны 10% екен. Ал енді қазіргі таңда сұрақ қоямыз. Оның ішінде мемлекеттер де бар. Мемлекеттің құрылуына септігін тигізетіндер де 10% екен. Бар болған осы жуықтап айтқанда 10%. Енді біз сұрақ қоямыз, сен сол 10%-ның ішіне қайсына кірдің? Или жай ғана мына өмірді пайдалану үшін келдің ба? Или мына өмірге бір мән мағына беру үшін келдің ба? Осы сұраққа жауап беру керек та әр адам. Егер осы сұраққа жауап бере алмасаң, ғабыл өмір деген осыдан шыққанда. Мына өмірді түсіне алмай кеткен адамдар. Сен 10%-ның қайсында жүрсің? Әлде сен жай ғана тұтынушысың ба? Әлде сен осы 10%-ның адамдардың шығарған дүниесінде сен тек рахаттанып өмір сүрсің ба? Өмір сүріп пайдаланып жүрсің ба деген сұрақ қоюың керексің да. Сіз өзіңіз кәсіпкерліктен ұстаздыққа өттіңіз ба? Иә. Иә, сол міне біздің санамыз ойсып ойлаған кезде, осындай бір дүниелерді мән мағынаны ойлана бастаған кезде, ақылымыз өзгерген кезде, жанымыз тазара бастайды. Жан тазарған кезде қан тазара бастайды. Сол кезде барып, мен не істеп жүрмін? Мен жай ғана тұтынушы екенмін ғой. Мен жай ғана пайдаланып, ішіп жеп жүр екенмін ғой деген секілді ой туындаған кезде, мынау іште жегідей жей бастайды. Жоқ, мен тұтынушы болмаймын. Мен де бір кәсіпкер боламын. Мен де бір ұстаз боламын деген секілді. Мен де бір қоғамға бір септігімді тигіземін деген секілді. Мен де бір адамның көтерілуіне мүмкіндік беретін пендеге айналам деген кезде, ол адамға Алланың беруі көп бола бастайды. Міне субъективтен объектив санаға өткен кезде, міне сол кезде біз құлдық санадан кете бастаймыз.
құлдық сана деген жаңа айтып кеттім ғой, әрдайым реніште өмір сүреді. Ол адамның бойында өкпесі бітпейді. Құлдық санадағы адамның. Ол адамға бәрі қарыз секілді. Анау маған міндетті, анау мені түсіну міндетті, анау әділ болмады, анау дұрыс жасамады, анау маған бермеді, анау маған пайдалы болмады, маған пайдасы бар ма деген секілді, ол маған құқылы беру деген секілді. Сол санасы сол дүниеде тұрады. Яғни тек өзіне ғана болуды ғана ойлайды. Ал тектілік ол әрдайым жоқ, болсын, оған болсын. Пайдасын тигізе аламын ба мен оған? Мен оған қандай септігімді тигізе аламын? Қандай қол ұшымды бере аламын деген ойы әрдайым беруші адамның қатарында болса, сол адам міне тектілікке келе жатыр. Яғни қан тазарып жатыр деген сөз. Қалай Қазақстанда қанша пайыз адам текті? Қазіргі таңда ол көрсеткіш көтеріліп жатыр. Мен өте қуанып жатырмын. Мынау айтады ғой, оң қол берген дүниені сол қол білмеу керек деген секілді. Қазір өте көптеген кәсіпкерлер бар. Балалар үйіне көмектесіп септігін тигізіп жатқан меценаттар да өте көп. Жаңа айтады ғой, біреу көрсетіп берсе, біреуін көрсетпей беріп жатқандар да бар. Көрсетіп беретіндер не үшін? Өзгеге үлгі болсын деп көрсетеді. Бір мақтан түрінде көрсетпейді. Үлгі болсын, как челлендж ретінде ғой, марафон секілді. Ал көрсетпей беріп жатқан өте көп деген меценаттар бар. Кәсіпкерлер өте көп. Мен оларға өте ризамын. Мен оларға басымды иемін. Ұрпағымен бай болыңыздар деймін. Сіздердің барлық жасаған жақсылықтарыңыз ол ешқайда кетпейді. Ол 2 еселеніп емес, 1000 еселеніп өзінің отбасына қайтады. Мынау айтады ғой, сен маған сенбейсің дейді Құдай. Өткен сен өзің танымайсың дейді. Сен қазір бір адамға жақсылық жасасаң дейді, оның артында мен тұрам дейді. Адамнан қайтпаса да менен қайтатын сен ешқашан санаңда күмәнің болмасын дейді. Міне, біз осы зәру ілімдері, осы хәл ілімдері адамның бойын тазартатын ілімдер ғой. Біздің бойымызда құлдық сана деген дүние кетеді. Ол дерттен біз айығамыз. Біздің бойымызда рух пайда болады. Біздің бойымызда қасиеттеріміз ашыла бастайды. Бұл білім бойымызға сіңсе, келешек ұрпақ, сіздің немерелеріңіз, сіздің балаларыңыз, мысалы сіздің 7 атадан келе жатқан зергерлер бар шығар. 7 атадан келе жатқан қажылар бар шығар. 7 аталардан біздің бойымыздан дарып келе жатқан термешілер бар шығар. Бәрі дарынды болған ғой, ол кісілердің бәрі ілімді болған. Бірақ мынау кеңес үкіметінің кезінде осының бәріне не істеді? Шауып тастағаннан кейін тамырынан ажырадық қой. Содан кейін 35 жылда дарынды мынау елдің туын ұстайтын, яғни қамшысын ұстайтын бала дүниеге келмей қалды. Қазір сол заман келді. Осы білімдер біздің шаңырағымызға кірсе, ол балаңыз 23-ке келсін, балаңыз 22-ке келсін, бойынан қасиет ояна бастайды. Бір қарап отырсаң тылсым дүние. Иә? Ата-ана өзімен жұмыс жасау арқылы бала да ояна бастайды. Бала оянады. Өйткені бала бұл білімді әлі ерте алуға, өйткені бұл эволюция арқылы келеді. Біз бұл білімді дастарханның басында біздің сөзімізбен, мінезімізбен барады. Айналайын деген сөзімізбен барады. Егер біз бойымызға сіңіріп алсақ, біз бензоколонка боламыз ол балаларға, тамыр. Біз тек оларға тамырға бесеуіне жалғанып аламыз. Шай іш деген кезде кетеді. Ай балам айналайын, ботам сен күштісің деген кезде кетеді. Көрдіңіздер ме? Барып жатыр, менің сөзім арқылы барады. Қуат арқылы барады. Құшақтаған кезде арқылы барады. Яғни сіздер энергия дейсіздер ғой. Қазақта энергияны бір сөзбен айтқанда береке, ықылас деген. Мына кісінің ықыласы басқаша қауіпті деген. Мына кісінің амалы азайыпты деген сөз. Мына кісінің жанынан азық азайыпты деген сөз. Сол бір сөзбен айтқанда энергия деген сөз ғой. Қуат. Сол қуат арқылы бере бастайсыздар. Сіздің үйіңізге ол адамдар келген кезде, мысалы сіздің үйіңіз енді қуаттанып тұрсыз ғой, бойыңыздан жанынан бөлініп тұр нұр. Сіздің үйіңізге келген адам рахаттанып кетеді. Өйткені сізден нәр алып кетеді. Міне, сізге айтады, мен сіздің үйіңізге келгім келе береді дейді. Не үшін дейсіз? Өйткені сізде осы ілімдер бар да. Сіздің үйге келген адам тазаланып кетеді. Сіздің үйіңізге келген адам шабыттанып кетеді. Сіздің үйіңізге келген адамға идея пайда болады. Сіздің үйіңізге келген адамның барлығы мына осы сіздің бойыңыздан бөлінген бүкіл нәрді сіңдіріп алып кетеді. Оған сіз ойламаңыз, ойбай тағы аш көзіңіз оянды, мен тағы дымсыз қалып қоям ба деп деген секілді. Біздің адам сразу ештеңе бергісі келмейді ойы. Жоқ. Сіздің мына жаннан бөлінген қуат Құдайдан келіп тұр ғой, бөлініп тұра береді ғой күнде. Шаршамайсыз сізден. Одан біз қанша адамға, 2,5 мың адамға халықтың алдында сабақ беріп жатыр. Содан мен
ойбай мен энергиямды бермеуім керек, мен қуатымды бермеуім керек денсе, Алла мені де жауып тастайды. Былайша каналымды. Мынау Құдайдан келеді ғой бүкіл каналдардың бәрі, нәрдің бәрі сол жақтан келеді. Ал егер мен санам берушіге өтсе, мен дайынмын Алла, маған бере бер, қуатыңды бере бер, сен берген қуатты мен жан арқылы халыққа берем десең, біздің бойымызға өте қуат көп келеді да. Азаннан бастап мынау фонтан секілді төгіліп тұрады ғой бойымыздан. Өйткені біздің санамыз берушіге міне азында тұрғаннан не бере алсам екен, не істей алсам екен, қандай пендеме көмектесе алсам екен деген секілді қуаттанып тұрамыз. Ал адам әрдайым не алсам екен, қалай байысам екен деп тұрса, адам әлсірейді. Ал адам санасы не бере алсам деген кезде, міне кәсіпте де береке болады, қандай да бір инвестор болсаң да берекесі болады, яғни ризығымен ұлғая бастайды ризықтары. Холдингтің басшысы болсын, ұлттық мына корпорацияның бастығы болсаң да, әрдайым санаң беруші адамның қатарында болса, бұл адам құлдық санадан арыла бастайды. Бірақ сөз айтқанда, біз қазір осы білімді алсақ, біздің балаларымыз құлдықтан кетеді. Біздің балаларымыз қорқыныш болмайды, өзінің ойын тура айтып жеткізе ала бастайды. Мынау біреудің пікіріне байланбайды, өсек аяннан қашық болады. Егер бұл білімді біз бойымызға өзіміз сіңірсек қана. Біз жаңа айтқандай қуат арқылы барады. Мысалы мен айтамын ғой, біздің енді мынау жоңғарлардың кезінде Наурызбай атамыз, өздеріңіз білесіздер, Бұхар жырау атамыз, Қабанбай батыр аталарымыз, Райымбек аталарымыздың олардың миссиясы бізге жерді алып қалу болды. Олар миссиясын орындады. Ұрпақ үшін, жер үшін деп өзінің жанын төкті, жанын отқа тікті десем артық айтпаспын. Тек олар бізді ғана ойлады. Келешек ұрпақ жыламасыншы деп жылап, еңіреп, өл, тіріл, бірақ жерді алып қалды. Одан кейінгі келесі миссия ілімділер келді. Яғни осы ар ілімдері, мынау толық адам, кемел тұлға, кітапта сих деген кітаптар, ол біздің аталарымыздан бізге, яғни ілім арқылы келіп, біз соны білімге айналдырып, біз білімділердің миссиясында тұрмыз. Білімге айналдырып, бойымызға сіңіріп, енді ғылымды дамытуымыз қажет. Біз дамытпаймыз ғылымды. Біздің ұрпақтарымыз дамытады. Кешегі мына 2000 жылдан бері туылғандардың бәрі ғылымның ғалым балдар ғой. Бірақ сол ғалым балдарға не жетпей жатыр, Ерсін мырза? Хәл, состояние жетпей жатыр. Осы аналардың махаббаты жетпей жатыр. Аналардың сенімі жетпей жатыр. Аналардың қуаты жетпей жатыр. Балаларды сындырып тастап жатыр. Өйткені біз құл болдық қой. Сен қолынан келмейді, сен бара алмайсың, сен әкеңе ұқсағансың, сен шешеңе ұқсағансың, осы жегеніміз жетеді, осыған қанағат жетсей, сыртқа шықпайсың, әлемде соғыс болып жатыр. Құл болған қазақ ол қорқа береді. Қорқады, баласын бір жерге жіберуге қорқады. Өліп қалады. Болады осы. Тек үйленіп 5 баламен отыра берші дейді. Мына баланың ғылымның жолына итермелемейді. Рас қой. Осы ішкенімізге риза болшы дейді. Ал бала жасампаз ғой. Бала әлемді көргісі келеді. Бала Алла тағала оларды ғылыммен дамытқаннан кейін оларды отырғызбайды ғой. Оларды жегде жейді ғой. Бір нәрсені шұқылап, бір нәрсені істегісі келіп жатыр ғой олар. Бірақ ата-ана өзінің қорқынышымен, құлдық санадан қалып қойған қорқынышымен балаларын шектеп отырды. Міне. Балалар деген піспесе, өзі құлап, сүрініп, бұл өмірде өзінің шыжғырып, өзінің орын таппаса, мен ана балалар, ер балаларға айтамын ғой, төбелес деймін. Еркек қай уақытта болады? Төбелескен кезде. Құмның үстінде аунап, бір-бірінің мұрнын сындырып, ол жөнделіп, қайтадан орнына келіп, содан шыңдалады ғой, содан рух шығады ғой бойдан. Содан мінез қалыптасады ғой. Сен оны бүйтіп үйден 3 бөлмеліге қамай берсе, одан қандай ер азамат шығады? Мен білмеймін, ол мен өзім субъективті көзқарасым. Мен төбелесіңдер деймін үйдегі балаларға. Барыңдар деймін. Ерсің ба, еркектің дәлелде сол рухың шыққан кезде сен келешекте әйеліңді ұстай аласың. Сен әйеліңді басқара аласың. Бұл сенің рухың болмаса, әйел деген рухты, қыз балалар деген рухты ер азамат жақсы көреді. Қасында бір үлкен азамат алып таудың тұрған сезу керек та. Енді сен артқа қарай ынжық болып бұға берсең, әйелдер қазір әрине білек сыбанып жұмысқа шығып жатыр қазір. Ер азаматтың рөлін алып жатыр. Рас қой? Рас. Сол үшін қазіргі таңда сол элиталарды, сол элита ұрпақты, саналы ұрпақты, рухты балаларды тәрбиелейтін саналы ана ғана. Бәрі айтады, неге анаға іліп қоя бересіз? Ер азаматты не үшін айтпаймыз? Не үшін сіз айтпайсыз? Ер азамат ол түздің адамы, не болса да. Ол далада мамыттарды, жан-жануарларды, хищник қой енді, оны не қылып алып келеді, үйге алып келіп, отбасын асырау ол міндеті. Асырамаған жағдайда ол Құдайдың алдында өз жауап береді ертең. Не істеймін енді, қазіргі ер азаматтар әлсіз болып тұр.
жауапкершіліктен қашып отыр, бойларында рухы жоқ, өйткені рухани азық жоқ, осы хал ілімдері жоқ, зәру ілімдері жоқ, сынып бара жатыр, әйелдер күш алып жатыр. Айнұр ханым, жаңа айтып жатсыз ғой, бір история есіме түсіп кетті. Тәрбие жайлы айтып жатсыз ғой балашан. Бір танысымның үйіне барған кезде осындай бір қалың кітап көрдім да, и өміріндегі естіген ең қымбат кітап болды. $2000 дедім ма или $5000 дедім ма? Бұл қандай кітап деген кезде, бұл Шыңғыс ханның кезінде жазылған қалай ханның баласын тәрбиелеу керек деген ол кітап деді да маған. Дедім, таң қалдым мен. Сөйтіп мына жағында тағы кітаптар жиналып тұр. Сондай бір хандарды қалай тәрбиелеген туралы историясы ма сондай екен. Қазіргі айтып отырғаныңыздан түсініп отырмын да. Неге бұны сонша қымбат қалғанын деп сол кезде түсінбеген едім мен. Енді әр ер бала болсын, әр тұлға болсын, өзінше бір ханда қасиет Алла бергенді. Сол қасиет болмысты ашу қажет. Болмыс деген сол болу мүмкіндігі, яғни бойында тұрған барлық қасиет біздің ішімізде тұр да. Ол біреудің кітабын оқымасаң да біздің бойымызда бар дүниеді. Біз соны тек ашуымыз қажетпіз. Ол қалай ашылады? Осы тек аталарымыздың білімдері арқылы ашылады. Иә. Рух көтерілген кезде адамның бойынан қорқыныш кетеді ғой. Рух кеткен кезде адам қандай да бір үлкен бір жетістіктерге жетуге тырмысады ғой. Экономика болсын, мынау біздің өндірістікті шығаруға тырысады. Не үшін өндірістік дамымай жатыр? Не үшін біздің аналарымыз дала сыпырып жүр? Өйткені біздің бойымызда рухымыз болмай жатыр да. Міне. Идея, адам рух көтерілген кезде идея пайда болады. Өте көп идея. Құдайдан келеді, мынау көктен келеді да. Біз сол көкке жалғана алмай жатырмыз ғой. Абай атамыздың қара сөзі бар ғой. Біз әрдайым мынау жүрек ақыл Құдайға байлануға жетті. Соны байландыратын осы ілімдер ғана да. Кезінде Абай атамыздың кезінде қазақтар адамнан ешқашан мал сұрамаған, көктен Құдайдан сұрағанда. Біз сол әрдайым адамды көрсек, мынау адам маған не бере алады? Ол адамда ештеңе болмаса, ол адамнан сөйлескісі келмей итеріп жібереді деген секілді көкіректен сол арқылы ризықтарын жоғалтып отырды. Біз әрдайым міне сенімде отыруымыз қажетпіз. Сенімге келу үшін бірінші өзіміз тануымыз қажетпіз. Өзімізді танып, осы білімдер арқылы өзіміз танимыз, дүниені танимыз, сосын Құдайды танимыз. Құдай таныған кезде көктен келетін дүние жетеді. Байлық бұл бизнеста да конкуренция деген жоқ. Мына сіздерді бизнесқа үйретеді ғой, конкуренция. Адамның бойындағы нұрына келеді ғой, ақша деген. Ал сен жан дүниең таза болса, сенің тұла бойың таза, адамға бір зияның болмай, ниетің пейілің таза болса, мен төбеңнен төгіп тастаймын дейді. Бизнеста конкуренция деген жоқ. Ниетіңе, пейіліңе ғана береді. Біздің маркетинг сол ниет пен пейілден ғана тұрады, болды. Әрдайым айтамын, өзім кәсіпкермін. Біздің супермаркетке келу үшін 7 магазин бар тұғын. Бір адам айналып келіп, неге келе береді? Біздің маркетке келе береді. Сонда ана магазиндер ашуланады. Осы Айнұр ханым не әкеліп қояды осы деп. Ол да бар, сүт бізде бар. Ол да бар, момуния сүт бізде де бар. Ол да бар, нан бізде де бар. Біз бәріміз бір неден аламыз да, наубайханадан аламыз да. Сонда неге соған барады адамдар дейді. Барсаң кассалар бос болмайды, өзі 3-4 касса бидеп не қылып тұрады адамдар очередьке. Не үшін? Өйткені бұл жерде біз өте көп деген формула үйренгенбіз. Ең бірінші ниет пен пейіл таза болу керек та. Сонда бір ұстазым айтты, сен жадныйсың деді, маған айтты. Осы мен өзім көрермендерім біледі. Не үшін ұстаз деген кезде сен дүкеніңді таңғы 4-ге дейін ашасың деді. Ол сенің ашкөздігің әлі деді. Сенің әлі құлдық санада отырғаныңды дәлелдейді деді. Дедім, ойландым. Мен не істеуім керекпін? 12-де жап деді. 12-де жауып, енді іштен дұға ет деді. Қалған несібе халыққа барсын деген секілді. Сен өзің бүгінге тиесілі нәпақаңды алдың, ризығыңды алдың деді. Енді келесі дүкенді ойла деді. Саған дейін 7 дүкен бар деді. Олардың да бала шағасы бар деді. Міне біздің санамыз сондай объективте болған кезде бізге берері көп болады да. Содан кейін түнгі 12-де жабатын болдым. Кассаларды қысқарттық. 2-3 жұмыс жасайтын едік қой. Сонда біздің күзет қызметін атқаратын ер азаматтарым түсінбей жатыр да, не үшін қысқарттың, сауда жүріп тұр ғой деп. Таңғы 4-ге дейін адам келеді ғой. Жоқ. Осы уақытқа дейін надан іс-әрекет жасаған екенмін, ашкөздікте жүрген екенмін дедім. Құлдық екенім, мен әлі бір мына қанымда құлдық сананың бір кішкентай дәнегі бар екенін мен білдім дедім.
сол 12-ге дейін келіп үлгеретіндер үлгерді, үлгермегендер барлық күзетшілер анау жақта магазин бар, сол жаққа барыңыздар деп жібере бастады. Бұлардың бәрі біздің өмірімізде осы пайдаланған үлкен құралдардың бірі. Бізді жетістікке шығарған осындай объективті сана, яғни өте көптеген білімдер бізді үлкен жетістікке апарды. Сол білімдермен қазіргі таңда халықпен бөлісіп жатырмын. Оның арасында Майкл Роучтың да білімдерін беріп жатырмыз. Джо Диспензаның да енді білім алмаған жерім қалған жоқ. Бірақ айналып келгенде, қай бүкіл әлемді айналып келсең де, біздің аталарымыздың хал ілімдері мен зәр ілімдерінен артық білім жоқ. Ол кәсіпте де өте керемет. Жеті қырлы бір сырлы деген формулалар бәрі ақшаның білімдері. Міне енді қазіргі таңда айтып жатыр ғой Айнұр ханым, кәсіпкерлерге білім ашасыз ба деп. Жоқ деймін. Өйткені сіздер ақша түскен кезде ақшаның буын көтере алмай жатсыздар. Ақша түскен кезде өмірдің заңын бұзып жатсыздар. Сол өмір заңын бұзған кезде 4 сынақ бар өзі. Сол 4 сынақтың біреуіне ілініп қалып жатсыздар. Өйткені ашкөздіктерің оянып кетіп жатыр. Адам байыған кезде өзінің құмарлыққа кетіп жатқанын көріп жатыр. Екінші әйел, үй салып, яғни өзін ғана ойлап, шетелден үй алып деген секілді, тек өзінің қара басын ғана ойлап кетіп жатыр. Сол үшін әзірге бұл кәсіптің білімдерін беру ерте. Қазіргі таңда қандай ілімдер? Ең бастысы өзіңді тану ілімдері ғана бізге қажет. Қазіргі таңда өзің танығаннан кейін ақша өзі бітік болады, артынан өзі қуып жүретін заман келеді. Бақ қонатын заман енді келе жатыр да қазіргі таңда. Сол өте керемет ілімдер. Ерсін мырза, қазір енді осы халықтың алдында жүргенімізге 1 жылдай уақыт болды. Көптеген халық осы білімді пайдаланып, кәсібінде пайдаланып жетістікке жетіп жатыр. Арасында енді кәсіптің білімдерін бүйтіп беріп жүремін, байқамай кетіп қалады кейбір кезде. Сол кезде тікелей эфирде отырған қыздар бар 1 жылдан бері, қазір үлкен кітап болды олардың. Жазып отырады. Айнұр ханым қазір потокта дейді. Бәрін айтып қояды дейді да. Сонда операторлар қиып тырысады да. Айнұр ханым, сіз формула беріп жүрсіз. Айнұр ханым, кәсіптің ақшаның формуласы кетіп қалды деп байқамай кетіп қалады да көбінесе. Соларды көптеген халық қазір былайша айтқанда бір том кітап болды ол кісілерде. Әр семинарға барып жүрген әйелдер бар. Өйткені бір семинарға ұқсамайды, форумдар әртүрлі. Семинар қыламыз, форум қыламыз деген секілді. Сол форумдарға барып ручкамен өзінің блокноттарын алып, өзінің барлығын жазып отырып, формулаларды өміріне пайдаланып жатқан әйелдер өте көп. Бұл Иман Ғазали атамыз айтады ғой, білім алу бір бөлек, бірақ өмірде пайдалану ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Егер сен білім алып, сен өміріңе пайдаланбасаң, бұл да үлкен ауыртпашылықта. Сенің ішіңде арыңды жегідей жей бастайды. Ал ар адамның иманын әлсіретеді. Егер сен ардан аттай бастасаң, иман әлсірейді. Иман әлсірегенде проблема көбейеді өмірде. Оны Шәкәрім атамыз ар-ұждан деген. Қазіргі таңда осы ар-ұждан, иман әлсіз деген секілді сондай білімдерді уже жаймедеп саналарын ашып жатырмыз. Әлі көптеген білімдер бар, ашылмаған. Не үшін бермей жатырмыз? Өйткені адам санасы дайын емес әлі. Түсіне алмайды әлі. Ол деңгейге дайын емес. 1-2 жылдан кейін ашылуы мүмкін. Бір Алла ғана біледі. Енді ол кісілердің түсінік деңгейі жоғары деңгейде болған ғой. Өте 5-ші деңгей деп айтады біздің ғалымдар. Пайғамбарлардың түсінік деңгейі 8-ші деңгей болғанда. Ал халықтың деңгейі, түсінік деңгейі 2-ші деңгей. Біздің халық осы ілімдерді ала бастағанда терең ойланатын болады. Мысалы, терең ойлану деген ажырасар алдында эмоцияға берілмейді. Ойланады. Артында балам бар, 5 балам бар, құдағайларым бар ертең деген секілді. Бұл біреу үшін өмір сүру емес. Бұл жерде біздің қазақ өзі үшін өмір сүрмеген. Біздің қазақ біреу үшін өмір сүргенді. Ал бұл өзге ұлттың идеологиясы ғой. Мысалы, өзің үшін өмір сүр деген өзге ұлттық идеологиясы. Сол үшін түбі жалғыз қалатын сондықтан. Бізде қайсы дұрыс деп тұрсың да неге? Өзгемен өмір сүру. Біреу үшін өмір сүру. Сол дұрыс. Менің әкем де, біздің аналарымыз, әжелеріміз айтатын, бүгінгі күніңді кімге арнадың дейді. Бүгінгі күніңді бір Құдайға арнадым дейміз. Бүгінгі күнімді балама арнадым. Надо всегда вопреки жить. Бүгінгі күнімді сіздерге арнадым деген секілді. Бүгінгі күнімді өзімнің анама арнадым. Міне әрдайым сол кезде біздің бойымызға өте көп күш-қуат келеді. Сол кезде тірек пайда болады. Күш-қуат келген сайын тірек пайда болады. Ал өзім үшін деген сайын, Машқұр Жүсіп атамыз айтқандай, өзің үшін оқысаң, өзің үшін оттаған хайуанның бірі боласың дейді. Сол үшін бұл жерде үлкен күш жатырда, алапат қуат жатырда, сіздердің көздеріңізге көрінбей. Сол үшін біз әр күнімізді бірге арнаймыз. Мысалы, мен өзім үшін өмір сүретін болсам, Ерсін мырза,
біздің де отбасымызда болады кикілжің жағдайлар, жолдасымның тарапынан деген секілді. Оның бәрін жіп кете берсем, біз баяғыда жазып кететін едік та. Ал бұл жерде зәрулім болғасын, ішкі тіректеріміз болғасын, ондай ұсақ түйектен біз көбінесе көңіл бөлмеуге тырысамыз. Біздің алдымызда үлкен мақсат тұрған кезде, отбасылық кекілжің болған кезде оны ұстай алмау бір ұят секілді. Біздің алдымызда ауқымды мақсат тұрды, ел тұрды, қауым тұр, балалар тұр, ұрпақ тұр, немере тұр, шөбере тұр да. Ертең балаларымыз бетімізге түкіріп кетпеу үшін де біз сондай бір дүниені жасайтын кезіміз келді да. Енді сөйтіп тұрып біз отбасының кекілжеңін шеше алмасақ, енді ұят секілді. Ажырасам деген болмай қалған балаларға қандай өнеге береміз? Егер эмоциямды ұстай алмасам, ал оның бір кішкентай сөзіне мен мән беріп ашуланып, сен маған бүйдедің, сен маған сүйдедің десең, 15 жасар сананың жаңағы баланың санасында қалай берейінші? Сол шаңырақтың төңірегінде қалай берейінші? Сол жаңағы сен бүйдедің, сен маған енең бүйдеді, әкең бүйдеді, сен абысының бүйдеді. Саған сол ұнай ма? Сол төңіректе өмір сүре бер. Ұнамай ма? Санаңды өсірді, үлкен ауқымды проектілерге бар. Мемлекеттен энергияңды дұрыс жаққа жұмса дейсіз ғой. Әрине, өзі бар болғаны азғантай ғана қуат береді бізге. Ол қуат ертең мына пайғамбар жастан асқаннан кейін әлсірей бастайды. Алла оны алады. Ертең сұрайды, қуат бердім, ақыл бердім. Сол ғылымды игеретіндей мынау тән бердім, бәрін бердім дейді. Не істедің оның бәрін дейді. Ертең мен Құдайдың алдына барған кезде, күйеумен алып барсып жүрдім деймін ба? Одан да осы бастан сол жабулы қазан жабайын, сен екеуміз шешіп аламыз, сенің осы жерің жөнді болмады, мына жерің жөнді болмады, келесі жолы қайталамаймыз, болды кеттік. Алда үлкен мақсат бар, ортақ мен бар, ұрпақ бар деген секілді. Міне объективті ойлану деген осы. Ел бар, жұрт бар деген секілді. Қазіргі таңда әйелдермен отырсаң, мен күйеуім бүйтеді, мен жолдасым бүйтеді, мен енемді қабылдамаймын. Ол қазір трендте емес ол. Былайша айтқанда, это не в тренде. Қазіргі тренд отбасын ұстап алуда, ұстап қалуда. Отбасында 4 баланың біреуі жетістікке жетуде тренд қазір. Мақтанбауда, дәлелдемеуде. Бірақ артында бітік мал-мүлік барда. Сода тұр қазіргі тренд. Қазіргі жаңа модельдің адамдар осындай. Дана ғасырдың адамдар осындай. Сол Ерсін мырза енді өте үлкен инсайт болды. Өзге ұлттың адамдары жаңағыдай өз үшін өмір сүреді, сол үшін олар өз қалады ең соңында деп ше. Ал қазақтар ол бұрыннан біреу үшін өмір сүрген деп. Әрине, көпшіл болған сол себепте. Мысалы, 4 үйде той болып жатса, біз қандай көмегіміз бар деп баратын едік. Көпшіл болу үшін, танысу үшін. Біз қаншалықты көпшіл боламыз? Мысалы, мен айтамын ғой, мен бизнесқа бара жатырмын деймін. Біреулер сұрайды, бірінші сұрағым мен алдыма отырған кезде, қанша досың бар деймін. Ол адамның көпшіл, өзі үшін өмір сүретін мен түсінуім қажетпін да. Жоқ, мен өзім үшін мен отшельникпін, мен ешкіммен сөйлескім келмейді десе ренжімеш деймін. Ақша да қарым-қатынас арқылы келетінін білу керек. Байлық та қарым-қатынас арқылы, көпшілдікпен келеді. Сөйлеу арқылы келеді. Пікір таласу арқылы келеді. Ой таластыру арқылы, мынау сұхбаттасу арқылы келеді. Сол үшін көршіңнің үйінде қайғылы жағдай болса, сен де жүгіріп табағыңды алып, ыдысыңды алып, қазақтар баратын түгін кезінде, қандай менің көмектесейін, салатыңа көмектесейін, сол жерде анаумен танысады, мынаумен. Сол танысқан кезде цепочка құралады да. Сол кезде сенің көпшіл екеніңді көрсетеді. Көпшіл болған кезде сен кәмелет жасқа толған екенсің дейді қазақта. Кәмелет жасқа толу деген бұл мүшел жастан асу емес, кәмелетке толмаған адамдар да бар 50-ден асқан. Яғни балалық санада, яғни рухани өспеген адамдар бар да. Тек физикалық тұрғыда өскен адамдар бар да. Сол адамдар сол шаңырақтың төңірегінде ғана қалып қояды. Өзін жаңа велосипед айдайды деген секілді, ол велосипед айдау деген ол бір кемістеген емес. Бұл жай ғана өзі сол өмірді қалады болды. Бірақ өмірді кінәлайды. Енді оның екінші тарапы да бар. Кітапта жазылғанда, Лазаревтің кітабында, если у тебя жизнь не удалась, ты себя не вини дейді. Вини своих предков дейді. Сол үшін велосипедпен жүрген адамды біз кінәй алмаймыз. Оның арғы-аталарының бұл кісіге тастап кеткен тағдырын мен білмеймін да. Бұл енді олардан да көре алмаймыз. Өзі санасын дамытып, осындай рухани азық ала бастағанда олардың барлығы кетеді да.
айналып келгенде. Бұл жерде енді жай ғана түсіну қажет та, біз көбінесе іздейміз, біреуді кінәлі қылып іздейміз. Ата бабам кінәлі болған деген секілді, әйелім кінәлі, жолдасым. Жоқ, біз құлдық сана әрдайым біреуді кінәлаймыз да. Егер біз осындай рухани азықтарды ала бастасақ, біздің жолымыз ашылады да, біз тазара бастаймыз. Аталарымыздың қандай да тастап кеткен осы өмірден оларда пәк болған жоқ қой енді. Соны кей адамдар өтейді дейді, орта жасқа дейін дейді. Сол енді тезірек өтелу үшін біз осындай рухани азықтарды бойымызға сіңіре бастасақ, осындай рухани азықтарды бойымызға сіңіре бастасақ, біз солардың бәріне жеңіл өтіп кетеміз. Болды, бір Құдайдың жолымен жүреміз. Басқа, мысалы айтады, нумерологияға сіз қалай қарайсыз дейді. Егер сенің бойыңда рухани азығың болмаса, осындай ілімдер арқылы сен толыққанды бойыңды сіңірмесең, сен сол линия судьбамен өмір сүресің. Мысалы, күн тұтылады десе, сен де тұтыласың. Күн ретроград десе, сен де ретроградный боласың деген секілді. Егер сіздің бойыңызда күш, қуат, рухани азық болса, ол сізге әсер етпейді. Түсінікті жатыр ма? Сол үшін айтып отыруға Әл-Фараби атамыз. Мудрецы управляют над планетой деген ғой. Ал невежды управляет планетой деген біздің ұстазымыз айтатын. Сол үшін рухани азыққа тойып алған кезде, осы әдебиетіміз, салт дәстүріміз, тарихымыз біз бойымызға бітік болып, толыққанды міне тірек пайда болған кезде, бізбен ешкім басқара алмайды. Біз қалай бармыз, солай бір қалыпты өмір сүреміз. Бір күні түйе, бір күні бие болмаймыз да. Бір қалыпты сабырда, қатты қуанбаймыз да, қатты мұңаймаймыз да, бір қалыпты сабыр деген осы ғой. Бірақ оған алып келетін тек осы аталарымыз зәр өлімдері. Енді бұл білімді әлемді қалай алады адамдар? Енді қазіргі таңда енді жарыққа шығып жатыр ғой. Бұл осы ілімдерді қазір біз дәріптеп жатырмыз. Семинар арқылы, осы форумдар арқылы, тікелей эфир арқылы халыққа жеткізіп жатырмыз. Халықтың бойына күш пайда болып жатыр, кәсіпте де жетістікке жетіп жатыр. Осы екен ғой біздің мән мағынамыз, осы екен ғой біздің күшіміз деген секілді көздері ашылып жатыр. Міне, содан кейін барып біздің құлдық санадан кетеміз. Сол кезде біздің ғылымдар дами бастайды. Ғалым балалар дүниеге шыға бастайды. Қазіргі таңда Нишайдидің балалары, кешеде айтып жатырмын, өте дарынды. Өйткені олардың аналары білім алған. Мына өзінің тамыры арқылы осы жерде тұрып, мына роботтарды қозғап жатыр. Тамыр арқылы, узелдер арқылы. Одан мына өзінің қолына браслет шығарып, соларға ем шығарып жатыр. Осы браслет арқылы. Балалар, қазіргі дүниеге келген балалардың бәрі ғалым. Олардың жай ғана хәлдері болмай жатыр да. Өйткені вундеркинд балалар, гениальный балалар. Бірақ не үшін дейді, менің балам гениальный емес дейді. Кей ата-ана, өйткені сенің хәлің төмен. Сенің бойыңда рухани азық жоқ. Сенің бойыңда аталарымыздың тастап кеткен зәр өлімдер жоқ. Сол балаларға күш болып бармай жатыр да. Балалардың бойында күшін сіздер жеп қойып жатсыздар үйде отырып. Азынан кешке дейін миын қатырып. Соткын тастай алмайды, өйткені балалардың бәрі тәуелді. Өйткені тастайтындай күш болмай жатыр да. Аватардағы тал сияқты жанбай тұрсын десеңші. Иә, сол үшін сол дәл осы, былайша айтқанда бұл күлкі ретінде айтатын болсақ, сол аватардағы тал секілді қуаттану қажет. Мысалы, біз шынар ағашты былтыр шығардық. Шынар ағаш қазір былайша айтқанда символ болды. Ол не шынар ағаш? Шынар ағаш деген біздің әйел ағашы. Қазақта әйелдің мықтылығы соншалықты, қанша мына жел болсын, қанша мына дүрбелең дүние болсын, әйелдің тамыры терең болса, әйел қозғалмайды дегенде шаңырақты. Тектіні тарататын әйелді, тектіні шабатын да әйел. Сол үшін әйелді шынар ағашқа теңеген. Шынар ағаш ол... Бұл семинар ма? Бұл семинар ғой сіздің? Жоқ, былайша айтқанда мен өзің семинардың атын шынар ағаш қылып қойғаным сондықтан ғой. Жаңағы нелердің атын, марафондардың атын не үшін дейді сұрайды ғой мені, шынар ағаш не үшін? Өйткені әйел мықты болған кезінде. Әйелдің мына уақмасы дейді, әйелдің уақмасы 9 есе жұмыс жасайды екен да. Уақма деген түйсігі. Ер азаматтікі біреу ғана. Енді олардың бәрін ертең біз неде айтамыз семинарда. Сол уақманы ұстай алудың өзі екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сол үшін әйелдің қырық жаны бар дейтін сондықтан. Сол үшін әйелдің мықтылығы соншалықты, сол мықты ағашқа теңегенді. Шынар ағаш 1,5-2 жыл бойы көктеп тұра береді да, 2000 жыл бойы, түсінесіз ба? Оның биіктігі, кей шынар ағаштың биіктігіне мынау кран жетпейді. Тамыры кете береді екенді. Мықтылығы соншалықты. Мен оны жақын арада эфирде де айттым. Оны мен Душанбеде көрдім. Тәжікстанға барған кезде арнайы барып, сол ағаштың түбіне барып, құшақтап, осы екен ғой менің әкемнің айтатын ағашы, шынар ағаш деген.
тамыры үлкен, ана молдалар астына жаңағы су құйып жүр да. Мына ағаштың көктеп тұрғаны 1,5 жыл болды дейді ғой. Сол женское дерево деген содан шыққан екен ғой. Сол әйел мықты болса, мына отбасының тектілігінде ұстап тұратын әйел. Сол үшін әйелге білім алу ол маңызды. Тектін жалғастыратын әйел ғой. Тектін де қиратып, сол талдың түбін тамырын шауып кететін де әйел. Егер ол мынандай сұрақ қойшы, әйел адам текті болып, ер адам тексіз болса, оның ұрпағы қандай болады? Немесе керісінше, ер адам текті болып, әйел адам тексіз болса, оның ұрпағы қандай болады? ол былайша айтқанда бір тексіз бір тектіні құртады дейді ғой. Кез келген комбинация. Сол үшін сіз енді көріп отырсыз, сіз құмарлықпен үйленеді, махаббат болады кей кезде, мысалы біз білмей қаласыз да қандай ұрпақтың қызын алғаныңызды да. Сол кезде осы ілімдер отбасына келу керек та. Ер азамат мысалы көрді тексіздің ұрпағын алған, не істейді енді? Бала келіп қойды дүниеге, махаббат бар ортада, енді сен тексіз екенсің деп кеудеден итер жүрмейді ғой. Тектілікті әрі қарай екеуі жалғастыра береді. Сол жерден, сол отбасына мысалы сол атасының фамилиясын алады да, ат тегін алады да, әрі қарай жалғастыра береді. Яғни ана білім алады зәр өлімдерін деген секілді, ол отбасына домбыраны алып келеді, ол отбасына спортты алып келеді, яғни мысалы бір дүниемен айналысатын, сол отбасына зергерлікті алып келеді, сол отбасына өсиетті ендіре бастайды, шежірені жаттай бастайды деген секілді жеті атаның, сол кезде мынау тектілік пайда болады да. Міне, содан әрі қарай біз уже жалғастыруды үйретіп жатырық қазіргі таңда. Енді оны көріп отырмыз ғой, көп отбасының бәрі тектіл бола бермейді ғой. Ал бұл жерде бөліп жаруға болмайды. Сен тектісің, сен тексізсің деген секілді. Тектіні қайтадан қалыптастыра аламыз ба? Әрине. Осы зәр өлімдерін, яғни жаңағыдай қанын тазартылады. Яғни осы ілімдер осы тексіз болған жағдайда қан тазартқан кезде, қан тазарғаннан кейін енді текті болмай ма енді? Міне, сол үшін кейбір ата-аналарды көрем, енелері, яғни ой, оның әкесі де ішкен, оның арғы аталары да ішкен деген секілді, тексіз болған, ұры болған дейді, ұры болған деген секілді, енді өзіне қол жұмсаған болуы мүмкін, ол бір ауру келатуы мүмкін, мысалы отбасынан бұл тарай береді. Егер бұл білім болмаса, тұқым қуалайтын ауруы болуы мүмкін да. Енді мен айтам, сіз күпіршілікке кетпеңіз деймін. Сол үшін аталарымыздың білімі бар ғой. Осы қан тазалайтын. Сол ілімді отбасына алып келіңіз. Сол келін үйренсін осы білімді. Содан кейін барып сол ұрпақ тазаланған кезде осы маңдай жарқыраған текті балалар дүниеге келе бастайды. Оның көз жасына қалып, жылатып, ол кінәлі емес қой оның аталар ұры болғанына. Ол кінәлі емес қой оның қанында сондай бір дерт болғаны, рас па? Оның алдын алуға бола ма? Әрине болады. Бәрінің өзінің осы жаңағы несінің жағы алып шығатын дүниелері бар, тазартатын қандар, бәрінің өзінің вғыт бар деп айтады ғой, шешімі бар, былайша айтқанда Ерсін мырза. Шешім жоқ деген дүние жоқ бұл жерде. Құдай шексіз ғой. Ауруды бердің, оның да ауыратын жаңағы емдейтін дәрі-дәрмегі бар деген секілді. Бәрін бердім, ауыртпашылықты бердім, оның да шешілетін дүниесінде. Бәрін қосарлап беріп отырған ғой. Біз енді өзімнің ұстанымым Ерсін мырза, ұстаз ешқашан шәкіртті іздемейді. Мен адамдарды қандай да бір оқуға шақырғым келмейді. Шәкірт өзі халі түскен кезде ұстаз өзі іздеп келеді. Жалғыз ешкісін сатып, жалғыз малын сатып. Маған күш қуат берші деген секілді. Мынау Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой. Адамның ана құлағы ашық тұрса, сен оған қанша білім бере бер дейді. Ол естімейді дейді, егер ата құлағы ашық болмаса дейді. Адамның білім алатын өзінің сәті болады да. Халі түскен кезде. Ата құлағы сол кезде ашылады. Бұл өмірде адам екі-ақ жағдайда өмірін өзгертеді. Яғни Құдайдың сый арқылы, құт арқылы, яғни білім арқылы өзгерді дейді. Болмаса сынақ арқылы өзгересің дейді. Сынақ ол хәліңді түсіреді. Хәліңді түсіру ол үлкен ауыртпашылық болуы мүмкін, баламен сынауы мүмкін, дүние мүлікпен сынауы мүмкін, бір ғимаратың өртенуі мүмкін да. Біз білмейміз да, Аллах аяғынан сынайтын. Сол үшін ата құлағыңды ашқың келсе, сый арқылы өзгер дейді. Ол осы аталарымыздың тастап кеткен ілімдер арқылы, Мәшһүр Жүсіп аталарымыздың тастап кеткен білімдер арқылы. Сол кезде ана құлақ пен ата құлақ екеуі некелескен кезде дейді, бұл адамнан үлкен идея пайда болады дейді. Идея туындайды. Міне егер сен өмірде идея таппай жатсаң, өзіңнің орныңды таппай жатсаң, ата құлағыңды аш деймін. Жай ғана. Ана құлағы ашық жүреді көбінесе, бірақ соның өзінде де ұғынбайды адам. Мен не деймін?
мен көбінесе шақырмаймын. Адам халі түскен кезде өзі ұстазын іздеп келеді. Иә, мен бұл білімді құнсыздағым келмейді. Өзі шәкірттерім де біледі. Айнұр ханым, біз сізді әрең іздеп табамыз. Бұл жерде мен бір менмендікке кетіп отырған жоғым. Мені өздерің іздеп табыңдар деген секілді. Мен жай ғана берушімін, проводникпін, мен жол сілтеушімін. Иә, біздің бойымызға, жанымызға салғаннан кейін біз тек жүректен жүрекке жеткізушіміз. Ал жүрегі аспаған адамға білім беру, ол сөз жетім қалады да. Сол үшін бұл жерге халық өзі іздеп келеді. Менің жүрегім ашық, Айнұр ханым. Мен бұл білімдерді сусындауға дайынмын деген секілді. Сол сусындауға дайын адамдарды сол 21 маусым күні Балуан Шолақ атты үлкен мәдени спорт кешенінде мен сіздерді күтемін. Иә, бір хәлімізді көтеріп, жан дүниеміздің білімін алатын заман келді деген мен әрдайым сенімдемін. Ол жақта форум болады үлкен Алматы қаласында офлайн. Егер қатысқыларыңыз келсе, ол жерде қандай тақырыптар қозғалады? 4 құбыла деген тақырыпты қозғаймыз. Қазақта бар ғой, 4 құбылаң түгел болса, сен өзіңді баймын деп есептей бер. Сен кемелдікке жету деген дүниенің барлығын ашу өте оңай. Толық адам деген секілді адамдар түсіне алмай жатыр да әлі. Солардың бәрін жай үйретеміз. 4 құбыла деген бұл кәсіпкерлердің формуласы. 4 құбыла деген бұл отбасылық формула. Бұны түсінген адам, бұл үлкен инструмент. Бұл барлық жағдайға пайдалануға болады. Енді алтын кілттің, алтын былай айтады ғой, байлықтың кілтін беріп жатырмын. Иә, бұл енді менің кілтім емес. Өзіміз ештеңе шығарған жоқпыз. Бұл Құдайдан келген ілімдер ғой. Сол бұл кілт сіздің көп деген өміріңізге пайдалануға септігін тигізетін, яғни жетістікке жетуге септігін тигізетін кілт десем болады. 4 құбыла деген бұл үлкен жоба. Сол 4 құбыланың Қызғалдақта үлкен бір кешіміз болды. Соның 1-ші құбыласын ғана аштық. Ендігі Балуан Шолақта қалған 3-уін ашамыз. Оның 4-ші материалдық дүниебайлық. Егер 4 құбыла сіздерге қызық болса, келіңіздер. Бұл сіздің келешек ұрпағыңызға керек білімдердің бірі. Сілтеме осы форумға қызығып келем десеңіздер, сілтеме астында комментарий және описание бөлімінде соған жазсаңыздар, менеджерлар толық ақпарат беріп, сіздерді жазатын болады. Рахмет сізге. Айнұр ханым, рахмет біздің каналға келіп, біліміңізден бөлісіп, сізден бірінші танысып сөйлескен кезде біліміңізді көріп, андай информация бірінші рет естіп, өте күшті ақпараттар деп ше. Біздің оқырмандар да осындай білімді естісін деп сізді шақырдық. Рахмет үлкен. Рахмет, көп рахмет. Халқыма рахмет. Алған білімдеріңіз бойларыңызға сіңіп, зейіндеріңіз ашылсын деймін. Айнұр ханымның Инстаграм парақшасын төменде белгілеп қоямыз. Сол жаққа өзіңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе Айнұр ханымның ретриттері бар, басқа да программалар бар, соған қатысқыларыңыз келсе, сол Инстаграмға жегесіне жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Айнұр Бектұрған және Ержін Сұлтан. Қош, сау болыңыздар. Рахмет көп.